Қазақтар туралы мұндай сөзді бұрын-соңды ешкім айтқан емес. Ал өзбектердің қазақтар жайлы не айтқанын білесіз бе? Қазақтар туралы мұндай сөзді бұрын-соңды ешкім айтқан емес. Ендеше тыңдаңыз. Жолдасың қазақ болса, жолдан адаспайсың, дейді қазақ бауыры жайлы өз ағамыз өзбек. Осы мақалды Өзбекстан Республикасының президенті марқұм Ислам Каримовтың өз аузынан естідік. Бұл мақалдың мағынасы өте терең. Ол жөнінде біз өзбектер бір туғанымызды, туысымызды алыс сапарға жіберіп жатсақ, жолдасың қазақ болсын деп бата беріп тілек айтамыз. Осы бір мақал бүкіл қазақ халқының кім екенін ашып тұр. Қазақ ешқашан досын жауға бермеген, серігін сатпаған, жолдасын жолға тастамаған дейді Ислам Каримов. Қазақ сапарға шыққан адамға жолдасың қызыр болсын, қызыр шылауыңды болсын деп бата береді, тілек айтады. Ал өзбек жолдасың қазақ болсын дейді. Қандай керемет сөз, қандай құрмет, қандай сенім десеңізші. Қазақты қызырдай көрген қайран өз ағамай. Осынау бір ауыз сөзде өз ағамыз өзбектің қазақ бауырына деген шынайы сенімі, зор құрметі айқын көрініп тұрған. Жоқ па? Олай болса, осындай риясыз сенімге, зор құрметке лайық болуды Алла тағала халқымызға тағы да нәсіп еткей. Бірақ бұл жолы бауырлас өзбек халқына ғана емес, бүкіл адамзатқа құрметті қылғай. Ал ұлт үшін одан артық не бар?